Өткен аптада наурыз айынан бастап республикалық бюджеттің жаңа жүйе бойынша құрылатыны белгілі болды. Бұл жаңалықты экономикалық даму және сауда вице-министрі Мәдина Әбілқасымова жария етті. Жаңа жүйе мемлекет басшысының жолдауы алға қойған тапсырмаларды орындау жолдарын қарастырмақ. Өңірлер дамыту саясаты салмақтана түспек. Жергілікті атқарушы органдардың рөлі артпақ. Осы жылдан бастап облыстар экономикалық даму және сауда министрлігіне бюджет жөніндегі өз ұсыныстарын жолдай бермек. Ол ұсыныстар одан әрі қарастырылып, мемлекеттің ортақ даму стратегиясымен қабыстырылмақ. Әзірге біздің облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасы түсініктеме беруді кейінге қалдырып отыр. Ақмола өңіріне республикалық бюджетті жаңа жүйе бойынша құру қалай әсер етеді, оны уақыт көрсетпек. Үкімет салтанатты шаралармен қымбат шетелдік көліктерді сатып алуға жұмсалатын қаражатты қысқартып, 25,6 миллиард теңгені үнемдеді. Біз алдағы уақытта кезең-кезеңімен жүзеге асатын экономикалық саясатты жүргізетін боламыз. Мәселен, экономикалық өсім кезінде бюджеттің қажетті шығындары сақталады. Ал экономикалық кіріс кеміген тұста шығын көлемі ішкі сұранысты өтеу үшін арттырылатын болады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов.